Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым. Бүгін бір жұмыртқадан таңғы ас дайындайтын боламыз. Бір жұмыртқаны жарып алып, үстіне сүт қойып, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Алдын ала дайындап қойған, електен өткізіліп қойылған ұнымызды екі бөліп салып аламыз. Барлық қажетті заттарды мен описаниеге қалдырып кететін боламын. Осы таңғы асты дайындап көріңіздер. Оңай, тез дайындалады. Бұны еріншек хачапури деп те атасақ болады. Қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Теркадан өткізіліп қойылған сырымызды қосып, барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Алдын ала қызып тұрған табамызға салып пісіріп аламыз. Табамызға сары май немесе осындай сұйық май құйсаңыздар да болады. Мен сұйық май құйдым. Құйып болғаннан кейін бетін тегістеп, қақпағымен бетін жауып қоямыз. Мінекей, екінші бетін аударып пісіріп аламыз. Екінші беті көп тұрмайды. Сразу алып, тарелкамызға салып жей береміз. Мінекей, біздің таңғы асымыз дайын. Сіздерге ас болсын.